Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану, бүгін сіздерге өте жұмсақ, әрі сырты да іші де толықтай пісіп шығатын 7 шелпек нанын пісіріп көрсететін боламын. Ендеше менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар, және де қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бисмиллах деп бастаймыз. Бізге керекті заттарды ең алдымен дайындап аламыз. Жылы су, жылы сүт, ертілген сары май, тұз және де сұйық май қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз, және де тұзымызды салып, яғни дәміне қарай тұзын саласыздар. Тұзы ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан соң оның үстіне жылы сүтімізді құйып аламыз, және де тағы да бір араластырып аламыз. Содан соң ендігі кезекте ертілген сары майымызды саламыз, және де артынша сұйық майымызды салып шығатын боламыз. Одан соң бір шай қасықпен дрожжымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен бір араластырып алатын боламыз. Және де 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Арада 10 минут уақыт өткен соң бетін ашып, еріктен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде ұнымыз еріктен өткізілген болуы қажет. Осы видеоның астына, яғни описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап, жасап істеп көрсеңіздер болады. Құрметті көрермен, менің видеом сіздерге пайдалы әрі ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар, себебі сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Егер де ұны аз болса, ұнын сала отыра, осылай жұмсақ етіп қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз дайын болып қалды, әбден үйі қанып, жұмсақ, яғни жеңіл қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, орамалмен немесе сүлгі деп те айтамыз, осындай орап, яғни жылы жерге бір немесе 1,5 сағатқа көтерілгенге дейін қалдыратын боламыз. Арада уақыт өтті, мінеки біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осы қамырымызды алып, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни қалыңдығы, орташа көлемі осындай болуы қажет, дәл видеодағыдай. Мінеки 7 шелпек нанымызды кесіп, осылай дайындап алатын боламыз. Менде қамыры артылып қалды, артылған қамырдан бауырсақ дайындай саламыз. Және де 7 нанымызды осылай бөліктерге бөліп алғаннан кейін, енді дөңгелек етіп формаға келтіріп алатын боламыз. Міне біздің 7 шелпек, яғни зуала нандарымыз осылай болып шықты. Енді бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Кішкене көтерілу керек. Енді көтерілген қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Ұнын себе отыра, екі жағында айналдырып, орташа көлемде, яғни дөңгелек етіп қамырымызды жайып шығатын боламыз. Тым қалың немесе тым жұқа болып кетпеу керек, орташа көлемде осылай дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Нанымыздың қалыңдығы осындай көлемде болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай 7 нанымыздың барлығын алдын ала осылай дайындап алдық. Ендігі кезекте майымызды осы уақыт аралығында қыздырып дайындап аламыз, және де қызып тұрған майымызға нанымызды салып, екі жағын айналдыра отыра пісіріп алатын боламыз.
Жеті шелпек нандарымызды міндетті түрде тым қатты отта пісірмеңіздер, орташа отқа қойып пісірсеңіздер, сонда нанымыздың іші де сырты да, яғни толықтай пісіп шығатын болады. Егер де сіздер тым қатты отқа қойып пісіретін болсаңыздар, онда бірден нанымыз қызарып пісіп қалуы мүмкін, яғни арасы шикі болып. Сол үшін міндетті түрде орташа отқа қойып, осылай екі жағын айналдыра отыра қызартып пісіріп аласыздар. Барлық жеті шелпек нандарымызды осылай майға пісіріп аласыздар. Енді майдан, яғни сырғытып, бөлек ыдысқа осылай алып аласыздар. Осымен біздің жеті шелпек нандарымыз пісіп дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, қып-қызыл болып, әп-әдемі болып пісіп шықты. Ниеттеріміз қабыл болсын, және де қазағымның әрбір үйінде нан үзілмесін дегім келеді. Ниетіміз түзу болсын, қабыл болсын дегім келеді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.